Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын манниктің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін ең алдымен манная крупа 200 грамм саламыз. Оның үстіне 150 грамм қант салып, екеуін жақсылап бір-бірінен біріктіріп араластырамыз. Одан соң оның үстіне бөлме температурасында тұрған 400 мл айран. Айранның майлығы қатты маңызды емес. Барлығын осылайша жақсылап араластырамыз. Барлық қоспалары біріккеннен кейін бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан соң манная крупамыз кішкене бөгеді. Соның үстіне 100 мл-дей күнбағыс майын құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Алдын ала електен өткізіп қоямыз. 200 грамм ұнды, оны аз-аздан сала отырып, қатты сұйық та емес, қатты қою да емес, қамыр илейміз. Одан соң ең соңында бір шай қасықтай қамыр қопсытқышты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне осымен біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы маннигімізді пісіретін формамызды майлап, барлық дайындап алған жаңағы қамырымыздың тегістеп жаямыз, бетін тегістейміз. Қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут аралығында қызарғанша пісіріп аламыз. Міне осылайша жұмсақ керемет болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Ас болсын.